Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ғасырлар даналығы тарауы бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы халықтың мәдени мұрасы деп аталады. Жаңа сабақ материалдарынан халықтың мәдени көрсеткіші ретіндегі тарихи ескерткіштердің маңыздылығын түсініп, тәрбиелік мәні туралы білім аласыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақтың дәйек сөзі ретінде мәдени мұра халық игілігі деген халықтың нақыл сөзінен танысайық. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңдер? Енді өз ойымызды білдірейік. Игілік ырыздықты, рухани және мәдени байлықты білдіретін ұғым. Адамның белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандырады. Әрбір ұрпақ өзінің ұлттық құндылықтарына адал болып өнеге тұтады. Олай болса, балалар, дәйек сөзді талдай келе мынадай қорытынды шығаруымызға болады. Біз өміріміздің мәдени және рухани шежіресін мәдени мұра арқылы танып білеміз. Өзіңді және өміріңді тануға деген құштарлығыңды оятуда бабалардан қалған мирастың алатын орны ерекше. Сондықтан, балалар, мәдени мұраны қастерлеп сақтау арқылы біз адалдық қасиетімізді көрсете алады екенбіз. Құрметті оқушылар, олай болса, бүгінгі сабағымыздың сый ретінде Қазақстан аумағындағы мәдени және тарихи ескерткіштер туралы бейне жазбаны көруге шақырамын. Қазақстан аумағында 25 мыңнан астам тарихи сәулет ескерткіштері бар. Біздің республикамыздың орталығы Астана қаласында этномәдени парк бар. Онда біздің кең байтақ отанымыздың әр аумағының қайталанбас тарихи жерлері бейнеленген. Шығыс Қазақстанды Шәкәрім мен Абайдың, Абылайкет, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу кесенелері сияқты тарихи мәдени ескерткіштері бейнелейді. Оңтүстік шығыс Қазақстанда Түркістандағы әйгілі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тараздағы Айша бибі, Алматы маңындағы Есік қорғаны, ал Қызылордада Қорқыт ата мазары орналасқан. Орталық Қазақстанда Жошы ханның әйгілі мазары бар. Солтүстік Қазақстандағы Бурабайда қазақ хандары Абылай мен Кенесарының ордалары орналасқан. Сырымбет өлкесі қазақтың белгілі ғалымы Шоқан Уәлихановтың туған жері. Батыс Қазақстанда көне қала Сарайшықтың қалдықтары бар. Бұл жерде қазақ хандарының, мысалы Қасым ханның бейіті бар. Қазақстанның әр аумағы өзінің көне де қазіргі кездегі тарихи сәулет ескерткіштерімен мақтана алады. Бұл біздің халқымыздың мәдени мұрасы. Олай болса, балалар, Қазақстан аумағындағы мәдени және тарихи ескерткіштер туралы бейне жазбаны тамашалап болсақ, оны қалай түсіндік және біз үшін маңызы қандай екен? Ол үшін келесі сұрақтарға жауап беруге тырысып көрейік. Қазақстан аумағында қанша мыңға жуық тарихи ескерткіштер бар екен? Еліміздің әр аумағында бейнеленген кімдердің ескерткіштерін айта аламыз? Өзің тарихи ескерткіштерді қалай құрмет тұтып жүрсің? Енді оқушылар, сіздерге шығармашылық жұмыстар ұсынамыз. Бұл тапсырмаларды орындай отырып, сіздер бүгінгі сабақта меңгерген білімдеріңізді шығармашылық ізденістер арқылы көрсете аласыздар. Бұл тапсырмаларды орындай отырып, бойларыңыздағы адалдық, жауапкершілік, қамқорлық қасиеттеріңізді дамыта аласыздар. Бірінші тапсырма. Оқулықтағы тарихи және мәдени ескерткіштерге мұқият қараңыздар. Ондағы ұлы тұлғалар туралы әңгімелеп беріңіздер. Алтын адам туралы мәтінді оқып, өз қиялдарыңыздан алтын адам бас киімінің, бешпентінің, белдігінің суреттерін дәптерлеріңізге әшекейлеп салып көрсетіңіздер. Үшінші тапсырма. Өздеріңіз тұратын аймақтағы, ауылдағы, қаладағы тарихи және мәдени ескерткіштердің аттарын жазып, олар туралы білетіндеріңізді ортаға салып, ата-аналарына, достарыңызға айтып беріңіздер. Олай болса, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың қорытындылау кезегі де келіп жетті. Адам өміріндегі оқиғаларды, бір елдің, халықтың басынан кешкен шежіресін, құндылықтарын, қасиеттерін ескерткіш деп атайды екенбіз. Қазақ халқы тарихи және мәдени ескерткіштерге өте бай. Еліміздегі тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау мемлекет қамқорлығына алынған.
Тарихи және мәдени ескерткіштерді зерттеу арқылы еліміздің тарихы туралы терең білім аламыз, рухани нар үлгі өнеге аламыз. Ескерткіштерді сақтау, қастерлеу ұрпаққа парыз деп саналады. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі өзін-өзі тану сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.